Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын картошка мен тауық етін қызартып, жұмсақ етіп пісіреміз. Каналымнан көптеген рецептер таба аласыздар. Алдағы уақытта басқа да рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың сан етін маринадтаймыз. Ол үшін тауықтың сан етіне дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, томат пастасын салып, майонез саламыз және де соя соусын қосамыз. Барлық видеоның құрамындағы заттарды видеоның астына жазып қоятын боламын. Және тауыққа арналған осындай приправа саламыз. Үкіштен сарымсақты өткізіп саламыз. Және де сұйық майды құямыз. Сонымен барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз және де бетін жауып жарты сағатқа маринадтауға қоямыз. Оған дейін біз көкөністерді турап дайындаймыз. Бізге осындай картоп және сәбіз, пияз қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша болгар бұрышында қоссаңыздар болады. Картопты осылай 4 немесе үлкен болса 6 бөлікке бөліп дайындаймыз. Сәбізді де турап шығамыз. Осылай дөңгелекше етіп тураюға болады, немесе дәл осылай мен секілді ортасынан бөлсеңіздер де болады. Және де пиязды ұзыншалап видеодағыдай турап шығамыз. Барлығын жақсылап турап алғаннан кейін дәміне қарай тұз және қара бұрыш және де сұйық майды құямыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін көкөністерімізді қалыпқа саламыз. Қалыпқа ең алдымен фольга төсеп аламыз. Және фольга төселген қалыптың үстіне осы көкөністерді бір тегіс етіп орналастырып аламыз. Және үстіне маринадталған тауық еттерін саламыз. Барлығын бір тегіс етіп орналастырып алып, осындай соусында құйып жібереміз қалып атқан ыдыстағы. Және бетін фольгамен жауып 200 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Фольгамен жабуымыздың себебі тауық еттері картоппен сочный болып пісетін болады. Өзінің сөлі өзінде қалады. 1 сағаттан кейін фольгасын ашамыз. Содан кейін тағы да тауық еті мен картоптар кішкене қызаруы үшін бетін осылай ашық күйінде 20-30 минуттай пешке салып аламыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын болады. Осындай көк өздеріңізге ұнайтын укроп немесе пияздарыңызбен тағамда ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Видео рецепт ұнаса, достарыңызбен, жақындарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нағима.